кеп тұр. Достым, бұл жейтін нәрсе емес. Оны жемейді. Онымен стрессті кетіресің. Серік, стресс дегеніміз не? Көңіл күйің жоқ, өзіңді жаман сезінген кезде солай айтады. Ал мынаумен көңілді көтересің. Қара. Қане көрсетші. Оны былай езесің, бар күшіңді салып езесің. Ал ол қайтадан орнына келеді. Аха, түсіндім. Керемет зат екен. Оны сквиш деп атайды. Балалар, егер сквиштерді езгенді ұнатсаңдар, лайк басыңдар. Тас құлап жатыр. Тастар, көмектесіңдер. Мынау не нәрсе тағы? Қазір мені көміп тастайтын болды ғой. Көмектесіңдер. Бауыр, сабыр сақта. Бұл тастар емес. Аха, бұл не сонда? Менің басыма тарсылдап түскенде қатты ауырады. Бұл кәмпиттер. Тәтті. Қандай әдемі екенін қараш. Рас па? Кәмпит дейсің бе? Сонда менің төбемнен кәмпит жауды ма? Иә, дәл солай. Міне қараш. Қазір кәмпиттің біреуін кесіп, арасында не бар екенін көреміз. Мәссаған! Мүмкін онда сюрприз бар шығар, а, Серік? Арасындағы жаңғақ шығар. Сондай дәмді жаңғақ. Қане, оны тезірек ашшы. Бауыр, мен қателесіппін. Бұл жаңғақ емес, жүзім екен. Сонда бұл не? Мини жүзім бе? Оның арасына қалай сыйып кеткен? Оны кептіріп, тәтті шырынға батырып, бояу қосып, арасына салған. Саған ұнау үшін, бауыр. Тамаша! Балалар, сендер нені жақсы көресіңдер? Жеміс-жидек пе, кәмпит пе? Комментке жазыңдар. Серік, достым, саған антистресс таптым. Міне, қара. О, қандай күлкілі аю. Иә, өте күлкілі. Оның қалай созылатынын қараш. Керіліп жатқан аю секілді. Опа. Бұлай жанына, бұлай төбеге. 1, 2. Бауыр, рахмет саған. Мынау солтүстік полюсте өмір сүретін ағаю секілді керемет екен. Аха, саған ұнағанына қуаныштымын. Серік, ал сен маған кішкентай болса да сыйлық бересің бе, а? Бауыр, сен қалай сұрауды білесің. Міне саған сыйлық. Қараш, сен сұрағандай нағыз жігітке арналған киндер. Мәссаған, қандай күшті! Алақай! Серік, сен нағыз доссың. Әрине, қане, енді ашайық. Және жылдам ашайық, жылдам. Бауыр, мұнда ормандағы кесірткелер. Алдымен орманды құрастырып алайық, сосын ол жерге кесірткелерді отырғызамыз. Иә, ұқты, енді менің көп жануарым болады. Алдымен мына екеуін бекітіп аламыз. Мінекей осындай керемет нәрсе шықты. Әрі қарай не істейміз? Мынаны үстіне қоямыз. Енді кесірткені мына жерге қояйық, ал екіншісін мына жерге. О, мынау нағыз Юра дәуірінің паркі болып кетті ғой. Ал сен оның не екенін білесің бе? Иә, ол паркте динозаврлар мен кесірткелер өмір сүреді. Дұрыс айтасың. Балалар, сендерге менің кесірткелерім ұнай ма? Ұнаса, тезірек лайк басыңдар. Ой,